ертеректе болған бір батыр деп естеміз ғой енді. Олар ертеректе болған батыр Жойбар ата деген адам болыпты деп есткен едік. Бірақ кейіннен зерттелгенде ол кісі үлкен ғұлама әулие болып шықты. Ол кісінің басында қойылған құлпытас осы күнге шейін әлі сақтаулы. Бірақ жер-жерден келген, экспедицияға келген адамдар оны қазақтың тілінде ма, орыстың тіліне, я бөтен тілге ешқайсысы аудара алмай отыр. Кейіннен естуіме байланысты ол сол нені құлпытасты суретке түсіріп Түркиядан аударылады деп алып кетіп еді, оның бірақ әлі хабары келген жоқ. Өйткені Қарашараң ауылының адамдары оның басына барып түнек, қазір оны түнек қана қылып, ауырған адамды, баласы жоқ адамдар барып түнеп, сонан зираттап сөйтіп қайтады. Анам 62-ші жылы Қарашараң ауылында бір әйелді 3 қыздан кейін күйеуі ер бала таппадың деп әңгіме болғаннан кейін соған менің анама келген. Мынаны алып барып Жойбар атаның басына бір түнетіп келші деп. Менің анамнан естіген әңгімем ойбырмай Жойбар ата өтен үлкен әулие кісі екен. Өйткені Жойбар атаны айдаһар күзетіп жатыр екен. Айдаһар жерді 3 дүмпігенде басылды. Маған еріп барған адамға не көрдің деп сұрап едім, мен ештеңе сезген жоқпын деп айтты. Сонда ол Жойбар атаны күзетіп жатқан күзетші айдаһар 3 белгі бергенде 3 ер балалы болатын болды. Сонда сол келгенде сол адамға менің анам қатарынан 3 ер балалы боласың ғой деп айтқанды мен өзім құлағыммен естігенмін. Сонан кейін де анам маған солай айтқан. Жойбар ата үлкен әулие екен, сондай екен деп бірінші мен сол кісіден естігенмін. Сонан кейін мен ауылға 20 жылдан кейін барғаннан кейін барсам, Жойбар атаны түнек қана қылып, адамдар түнеп жатыр екен. Сонда ауылдың мешітін ұстап отырған Әмзе деген кісі мен сөйлескенімде, ойпырмай Жойбар атаны бұрын Жойбар ата ғой деп аятымызды оқып кететін едік, Жойбар атаны айдаһар күзетіп жатыр деп мен екінші сол кісіден естідім. Сонан кейін халық ояққа көп барып, көп зираттайтын болды. Қазір белгілі зиратхана болып жатыр. Белгілі зиратхана қылып, сол Қарашараң ауылы басына түнекқана салып тазалап отыр. Жаңағыдай деп айтқандан кейін қатар солай ел 3 ер бала болып отыр. Үлкеннің аты Абай, содан кейінсін білмеймін. Оның апасы мына Шумный станцияда бастық болып отыр еді, қазір шықты. 9-дан кейін інісі бар қазір шаңырағында отыр. Сонда сол кісі айтқан екен. Ойпырмай, апа, айтқаның келсе мен сізді, Құдайымды ұмытсам да сізді ұмытпаймын ғой деген екен. Сонда соны осы жаққа көшіп келгеннен кейін менің шешем мен жерде естің алдына отырып. Қалай ол ойнады, неге ойлады, ол басына неге айтты, сөз жерде маған неге айтты. Ойпырмай, адамда уәде деген уәде ғой, адам айта береді екен ғой, пенде деген сөзді маған ертеректе жаңағы әйелдің аты кім еді? Лейла ма? Лейла болу керек. Сол апарып түнеткенде 3 ер балалы боласың дегенде, ой апа айтқаның, осы айтқаның келсе мен Құдайымды ұмытсам да сені ұмытпаймын ғой деп еді. Сол осы уақытта ұмытып кетті ғой дегеннен кейін кісіні өзінің түйесі теуіп қайтыс болды. Ол енді менің шешемнің мынау естің алдында отырып, баяғы сенің басыңды мұнараға қойып отыратын жерде отыратын еді. Ауылдың адамдардың бәрі жиналып келіп. Ол неге айтты, неге ойлады, неге соны ойна түсті. Сонда оның ойына ана баба уже салып отыр. Сен сөйтіп едің, сол адам саған хабарласпай кетті. Сен арасы қанша жылда 62-ші жыл, мына жаққа 74-те келіп, ол әңгімеде 80-нің ояқ бұяғында айтып отыр. Мен жағым ұстадым, бір түрлі болдым. Ауылда баяғыда бала күнімізде естедім біз, Жойбар атаға бардық, мал жоғалып кетсе де Жойбар атадан тауып алып келдік дейтін. Сондағы құлпытас қай жылғы құлпытас мұқалмаған дейді. Әлі барған жоқ мен, бірақ баруым керек еді оған. Мұқалмаған сол жазылғанымен тұр деді. 2 тілде жазылған деді ма дедім.
Ол қалай жазылған, тасқа ойып жазылған. Бірақ ана жазудың барлығын суретке түсіріп, Түркия келіп нелер алып кетті, бірақ оның қандай неде жазылғаны белгісіз. Енді ол Лениннің жолдауыменен 1924 жыл болу керек, ұмытпасам. Поволжье менен Россияның адамдары, балдары қырылып жатыр, ашаршылықтан, аурудан, тамақ жоқтықтан деген хабар хат жазып, Ленин солай халыққа үндеу тастайды. Сол үндеуде соның ол уақытта сол жаңағы председатель Медетбаев Төлеген деген кісі болған. Сол үндеу хатты алып барып, жердің бәріне өзі барып хабарлап, оқып, барлығын халықтың алдына салғаннан кейін, Бөген ауыл советі, Қарашалаң, Қаратерең колхоздарының барлығы сол 14 вагонның жарма-жарынан артығын балықшылары түн демей, күн демей, сол өздерінің отының басына бір балықты әкеліп беруге қимай, бір суткіде ма, 2 суткіде ма, енді біраз 14 вагонның жартысынан көбісін Бөген ауылдық советі не алады, аулайды. Ол уақытта жаңа сол балық аулағандардың ішінде білетінім Байтаханов деген кісі болды. Сосын тағы кім? Енді біраз кілер болды енді. Ол мен бір жерге жазып қойғаным бар еді, оны ұмытып кетіп. Қай жерде екенін білмеймін енді. Сонымен сөйтіп, Поволжьенің бала-шағасымен жаңағы аштықтан ісініп жатқан халықтарын Қазақстаннан Арал ауданы бойынша 14 вагон балықты мына неге жаңағы түнделетіп атарбаменен, атшанаменен, Бөгеннен, ар жағынан Қаратереңнен, Қарасараңнан алып келіп, Қамбаштың алдына келіп, пойызға тиіп, солардан жіберіп тұрған. Ол уақыттағы Совком дейді, жаңағы кім, Төлеген Медетбаев деген кісі басқарған. Соларға соның көп еңбек сіңген, көп қызмет етіп, халықты құтқарып қалайық, бәрі өзіміздің баламыздай балдар ғой деп, жұмылып қызмет істеп, балық аулағанның көбісі сол Бөген менен Қарашалаң, Қаратерең колхозының адамдары. Сонымен 14 вагонды жібереді. Содан кейін Ленин оның қарымтасы есебінде емес, енді өзінің Аралға көмектескені шығар. Кеме жөндеу заводы ең бірінші жұмысқа қосылып жүрген уақытта соған кемені жасайтын станок жібереді. Сол станоктар осы күн осы музейде тұрған шығар. Төлеген Медетбаев дегенде оны Бөгеннен шыққан адам ғой, Бөгеннің адамы қазір. Кешеге шейін сол кәдімгі айтып, Арал теңізінің кемесін айдап, балықшыларды баратын жеріне апарып, көшіретін жеріне көшіріп, балықшылар көшіп, қонып балық аулаған ғой. Ол жаңағы ауысымменен. Қыста бөлек, жазда бөлек. Мысалы, жаз шығып келе жатырғанда осындай уақытта Көкжетпес, Қасқағұлан, Көкарал деген жерлер бар. Ол уақытта теңіздің Үшарал деген жері бар. Сояққа айлап жатып, көшіп барып, соларды алып барады, алып қайтады. Аулаған балығын артындағы баржаға тиеп алып келеді. Әкеліп осы жаққа өткізеді, сондай қызмет жасаған өзіміздің ауылымыздың азаматы белгілі.